Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырып интерьер дизайнындағы стильдер. Жалпы интерьер дегеніміз үй-жайдың ішкі жағы. Ол тұрақтың әдемі әрі жайлы болуын қамтамасыз етеді. Ол жиһаз бен өңдеу материалдарын ғана емес, белгілі бір атмосфера, көңіл-күй қалыптастыратын құрал. Сәулет өнері, әдебиет және тағы да басқа өнер түрлері сияқты интерьердің де түрлі стильдері бар. Жалпы стиль дегеніміз шығармашылықтағы белгілі бір бағыттың бірлігін көрсететін көркем тәсілдер мен құралдардың жиынтығы. Интерьердің стильдері алуан түрлі. Оларды этникалық, тарихи және заманауи деп бірнеше топтарға бөліп қарастыруға болады. Бұл жерде стильдер, яғни классицизм деп отырғанымыз интерьердегі негізгі стильдердің бірі. Ол үйлесім мен әсемділікке құрылады. Комод, ағаш үстелдер мен сөрелер, жұмсақ қаптамалы креслолар, былғары дивандар және ойма жиекті айналар, хрусталь вазалар, әдемі шырағдандар бұл стильдің ажырамас элементтері. Келесі стиліміз барокко, яғни асқақтық пен сән салтанатқа деген ұмтылыс. Бай, әрлеу, қымбат материалдардың алуан түрлілігі, кең құлаш жаюы бароккоға тән белгілер. Этникалық стиль қандай да бір ұлтқа тән көнеден келе жатқан сәндік элементтерді, тұрмыстық заттар мен жиһаздарды қолдана отырып интерьерді безендіру. Стиліміз экостиль. Экостиль стильге тән белгілер, табиғи материалдарды қолдану, табиғатқа жақын түстердің, түзу сызықтар мен жеңіл конструкциялардың басымдылығы. Келесі стиль модернизм. Бұл стильдің ерекшелігі жаңа технологиялар мен материалдарды, шыны, пластик, металды жиі қолдану, сызықтардың қатаңдығы мен нақтылығы, қолайлық пен функционалдығы көрсетілген. Келесі стиль кантри. Ауыл сарыны негізінде алынатын бұл стильде талғампаздық пен қолайлылық, табиғилық және қарапайымдылық үйлесім тапқан. Безендіруге тас, ағаш сияқты табиғи материалдар мен тоқыма материалдар қолданылған. Келесі стиль минимализм. Бұл стильдің негізгі белгілеріне табиғи материалдардың қолданылуы, бос кеңістік көп болуы, функционалды жиһаз түрі, пішіндердің геометриялығы, сақтау орындарының көзден таса орналасуы, сәндік элементтердің аздығы жатады. Келесі стиль авангард. Бұл стильдегі интерьерде ашық түстердің контрасты бар, яғни сәйкестік пен түстер үйлестіріледі. Стильдің өзгермес элементтері картиналар, панно, шырағдандар, қалыпты емес пішінді жиһаздар. Келесі стиль хай-тек, яғни негізгі сипаттары ультразаманауилық және жоғары технологиялық. Бұл стильде сәнделген интерьерде түзу сызықтар, әйнек және металл бөлшектері, жарық көздері мол болады. Келесі стиль лофт. Ашық кеңістіктің кеңдігінен және индустриалды элементтердің биік төбелер, кірпіш қабырғалар, ашық арқалықтар мен құбырлар, цемент едендер қолданылуымен сипатталынатын интерьердің заманауи стилі. Келесі стиль функционализм. Стильдің басты принципі пішін функциясымен анықталады. Қарапайым да ықшам пішіндерге, ашық та үздіксіз кеңістіктерге, жедел трансформацияланатын жиһаздарға, минимализмге басымдылық береді. Бұл стильдің түстер гаммасы ашық, бірақ баса назар аударту мақсатында жарқын түстер де қолдануға болады. Келесі стиль поп-арт. Ашық түстер, контраст, неон шамдары жарығы. Поп-арт стиліндегі интерьердің
айқын сипаттағы белгісі. Стиль элементтері постерлер, афишалар, жұлдыздардың портреттері, әртүрлі шырағдандар, кіріктірілген шкафтар, жылжымалы төсектер, кесе пішінді креслолар жатады.